Саламатсыздар ма? Мен анатомия, физиология және патология пәні мұғалімі Султанова Диназа. Бүгін сіздермен анатомия пәнінен ас қорыту мүшелері, әсіресе ішектер және ас қорыту бездері жайлы танысатын боламыз. Естеріңізде болатын болса, өткен сабақта біз ас қорыту мүшелеріне кіріспе жасап, оның ішінде ауыз қуысына, жұтқыншаққа және өңешке тоқталған болатынбыз. Бүгін асқазаннан бастаймыз. Асқазан латынша атауы вентрикули деп аталады, грекше атауы гастри деп аталады. Асқазан топографиясына тоқталатын болсақ, ол құрсақ қуысының жоғарғы бөлігінде бауыр және көкектің астында орналасқан. Асқазан асты қорытатын әрі сақтайтын ас қорыту мүшелерінің кеңейген бөлімі болып табылады. Асқазанды қарастырған кезде біз оның кардиалды бөлімі парс кардиалис, күмбезі немесе түбі фунус вентрикули, асқазанның денесі корпус вентрикули және оның қақпалық бөлімі парс пилориканы бөліп қарастырамыз. Және асқазанның қабықтарына келетін болсақ, шышты қабаты, сосын бұлшықетті қабаты және сыртында сірлі қабық қаттап орналасқан. Келесі ол бізде жіңішке ішек. Жіңішке ішек intestinum tenum деп аталады латынша атауы. Жіңішке ішек асқазаннан кейінгі орналасқан ас қорыту мүшелерінің ішінде ең ұзыны, себебі оның ұзындығы 2,5–4,5 метрді құрайды. Жіңішке ішекті қарастырған кезде біз оны 3 бөлімге бөліп қарастырамыз. 12 ішек, дуоденум, аш ішек, intestinum иенум, мықын ішек, intestinum ileum деп аталады. Жіңішке ішектің аш ішек және мықын ішек бөлімдерінде шажырқайы көп болғандықтан, оны жіңішке ішектің шажырқайлық бөлімі деп те атайды. Жіңішке ішектің бөлімдеріне жеке-жеке тоқтайтын болсақ, бірінші ұлтабар 12 ел ішек. Асқазанның қақпалық бөлігінен басталып, аш ішекке дейінгі 17–21 см алып жатқан жуақшық тәрізді ішек болып табылады. Келесі аш ішек, intestinum ienum деп аталады. Аш ішек бізде құрсақ қуысының жоғарғы бөлігінде, әсіресе оның ілмектері сол жақ бөлікті алып жатады. Келесі мықын ішек. Мықын ішектің топографиясына келетін болсақ, мықын ішек бізде аш ішектің жалғасы болып келеді, және ол құрсақ қуысының төменгі бөлігінде оң жақ үлесті алып жатады. Және ол оң жақ мықын аймағында илиоцекальды арқылы соқыр ішекке жалғасады. Осы аш ішек және мықын ішектің шышты қабатында биіктігі 8 мм келетін көптеген дөңгелек қатпарлар орналасады. Міне байқасаңыздар, дөңгелек қатпарлар шышты қабатта 600–750-ге жуық болады. Және осы шышты қабаттарда көп бүрлердің болуына байланысты шышты қабат барқыт тәрізді болады. Әрбір бүрдің ұзындығы 0,2–1,2 мм құрайды. Бүрге назар аударсаңыздар, әрбір бүрдің құрамына вена капиллярлары, артерия капиллярлары және де лимфа тамырлары енген, астың қорытылуы мен сіңірілуіне қатысады. Келесі бізде жуан ішек, intestinum crassum деп аталады. Жуан ішек ол ас қорыту бөлімінің соңғы бөлімі болып табылады, өйткені бұнда ас қорыту процестері аяқталады және де нәжіс түзіледі. Жуан ішекті қарастырған кезімізде оның бөлімдерге бөліп қарастырамыз. Бірінші соқыр ішек кекум, құрт тәрізді өсімдік appendix vermiformis, өрлеуші бөлім colon ascendens, көлденең бөлім colon transversum, төмендеуші бөлім colon descendens және сигма тәрізді ішек colon sigmoideum деп аталады. Жиек ішек негізі илиоцекальды тесіктен бастап анальды тесікпен аяқталады. Жиек ішектің жалпы ұзындығы 1–1,7 метрді құрайды. Және тоқ ішектің қабырғасы бастапқыда іші шышты қабатпен, бұлшықетті қабатпен және сірлі қабатпен қапталған болып келеді. Келесі ас қорыту жүйесінің бездері. Ас қорыту жүйесінің бездері сілеке бездері, бауыр және ұйқы без болып табылады. Сілеке бездерінің өзіне тоқталатын болсақ, сілеке бездері ауыз қуысында орналасқан болып, олар тәулігіне 1–1,5 литрге дейін ауыз қуысына сілекей өндіріп отырады. Сілекей ауыз қуысының шышты қабатын жұмсартқана қоймай, тағамның ыдырауына және қорытылуына және де бактерицидті әсер етеді. Сілекей бездеріне келетін болсақ, сілекей бездерін ірі және майда деп екіге жіктеп қарастырамыз. Майда сілекей бездері ауыздың қуысында орналасқан болып, орналасқан жеріне байланысты ерін бездері, ұрт бездері, таңдай бездері, тіл бездері болып бөлінеді. Ал ірі сілекей бездері ол ауыз қуысынан тыс орналасқан болып, олар жұп болып келеді. Олар шықшық немесе құлақ маңы бездері, тіл асты безі
және жақ асты бездері. Бұл бездер ауыз қуысынан тыс орналасқанымен, бұның секей шығаратын түтіктері ауыз қуысына қарай орналасқан. Келесі без ол ас қорыту безі бауыр. Бауыр адам организміндегі ең үлкен без болып табылады. Оның салмағы 1000 граммды құрайды. Топографиясына тоқталатын болсақ, ол оң қабырға астында орналасқан және оң қабырға доғасынан төмен түспейді. Бауырдың түсі қызыл күрең түсті және оның пішіні саңырауқұлақтың қылпақшасына ұқсас. Бауыр адам организмде бірнеше қызметтерді атқаратындықтан, жалпы айтқанда бауырды адамның лабораториясы деп атасақ та болады. Бауырдың негізгі қызметінің бірі ол ас қорытуына қатысатын өтті өндіріп шығарады. Енді бауырдың құрылысына тоқталсақ, бауырдың жалпы көкетке қараған бетін фацис диафрагматика және ішкі мүшелерге қараған бетін фацис висцералис деп бөліп қарастырамыз. Көкетке қараған бетінде бауырды орақ тәрізді байлап, оң және сол үлестерге бөледі. Лобус декстра, лобус синистра. Келесі ол бауырдың висцеральды беті. Бауырдың висцеральды бетінде 3 жүлгені қарастырамыз. Бірінші оң жақ бойлық жүлге, сол жақ бойлық жүлге және көлденең жүлге. Көлденең жүлгеде бауыр қақпасы орналасады. Осы бауыр қақпасы арқылы бауырдың меншікті артериясы, қақпа венасы, жалпы өт түтігі, жүйке және лимфа түйіндері бауырдың ішіне кіреді. Осы 3 жүлге арқылы бауыр 4 үлеске бөлінеді. Бірінші оң жақ үлес, сол жақ үлес, шаршы үлес және құйрықты үлес. Келесі бауырдың негізгі құрылымдық қызметтік бірлігі бауыр бөлікшесі деп аталады. Бауыр бөлікшесі бір бауырда 500-ге жуық бауыр бөлікшесі болады. Әрбір бауыр бөлікшесінің пішіні призма тәрізді болып келеді және оның бауырдың жасушалары гепатоциттер құрайды. Келесі өт қуығы везика билиарис деп аталады. Өтті сақтайтын және керек кезінде 12 елшекке бөліп отыратын мүше. Оның салмағы, сыйымдылығы 40-60 мл болып келеді. Өттің қуығының негізі түбін, денесін және мойнына жатамыз. Өт қуығы бауырдың оң жақ бойлық байламының алдында орналасқан болып келеді. Оның пішіні алмұрт пішінде болады. Келесі без ол ұйқы безі, панкреас деп аталады. Ұйқы безі негізі қарастырған кезімізде оны аралас без ретінде де қарастырамыз. Оның себебі экзокриндік әрі эндокриндік қызмет атқарады. Оның экзокриндік қызметі ол 12 елшекке тәулігіне 2 литрге жуық сөл бөліп отырады. Оның сөлінің құрамында майды, ақуызды және көмірсуларды ыдырататын ферменттер болады. Ал оның эндокриндік қызметіне тоқталатын болсақ, оның құрамында ламерганс аралшықтарында альфа және бета жасушалары болады. Альфа жасушалар глюкоген гормонын бөлсе, бета жасушалар инсулин гормонын бөледі. Осы екі гормон жасушаларға көмірсулардың кіруін реттеп отырады. Бұл оның эндокриндік қызметі болып табылады. Ал енді ұйқы безінің өзін қарастыратын болсақ, ұйқы безі салмағы 70-80 грамм болатын, ұзындығы 17 см болып келетін, қалыңдығы 2-3 см болатын без болып, оның басы, денесі және құйрығына жатамыз. Басы капут панкреас, байқасаңыздар, оның 12 елшек таға тәрізді орап жатады. Келесі денесі корпус панкреас. Корпус панкреастың алдыңғы, артқы және төменгі бетіне жатамыз. Келесі ұйқы безінің құйрығы кауда панкреас. Ол көк бауырдың қақпасына дейін жалғасып орналасқан. Және ұйқы безінің құйрығынан ұйқы безінің басына дейін жалпы ұйқы безінің түтігі орналасқан. Осымен ас қорыту жайлы тақырыбымыз аяқталды. Ас қорыту жайлы толығырақ материалдарды Алшынбай Рақышевтың анатомия кітабынан, Қарлығаш Күшекқызының анатомия кітабынан және де ТЖНК-ның YouTube каналында видеоматериалдардан көре аласыздар.